Знаете, какой это улица? Да, знаю. Какая улица? Ахмета Байтурсунова. А. Раньше она была Герценом. Чернечевский? Ахмет Байтұрсынұлының атында екен. Кім екен білесіңдер ма? Я. Кім ол? Ахмет Байтұрсынұлы деген кім? Акын. А знаете, кто это? Это, наверное, писатель? Теміртауда 150-ге жуық көше бар. Соның бірі Ахмет Байтұрсынұлының атында. Бүгін 5 қыркүйек. Елімізде тек тілдер күні ғана емес, Ахмет Байтұрсынұлының туған күні екенін естен шығармаған абзал. Қазақ газетінің алғашқы редакторы, Алаш қозғалысының мүшесі, ақынымыздың туған күнін кешеге дейін білмей келдік. Міне қызық. Ахмет Байтұрсынұлының туған күні 2017 жылға дейін белгісіз болып келді.